Сәлем. Қалайсың? Менің саған бір сұрағым бар. Жыл басы атауларын білесің бе? Иә, жыл басында ең бірінші тұрған тышқан екен. Ал тышқан қалай жыл басы атанды? Бүгінгі ертегім сол жайлы болмақ. Экранға жақында, құлағыңды түріп, тыңдай ғой. Ертегімізді бастайық. Жыл басына таласқан хайуанаттар. Бұрынғы ерте заманда хайуандар жыл басы болуға таласыпты. Жылқы айтыпты: мен алысты жақын қыламын. Күшімді болса көреді. Сүтімді болса ішеді. Қылымнан арқан, жіп еседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ. Жыл басы мен боламын. Хо-хо-хо дейді екен. Сонда түйе оған: сен адамның жұмысын істесең, өз құлқының үшін құл болдың. Мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айшылық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп, сен сияқты арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан жеп, не кез келсе, соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де шыдап жүре беремін. Жыл басы болу маған лайық, дейді маңғазданып. Сиыр мө деп мөңіреп алады да: адам егін ексе, жер жыртса, мен керекпін. Олар сүтімді ішеді, құрт майымды жейді. Жыл басы болу маған лайық, дейді екен. Мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімнен киіз басады, жабағымнан киім тігеді, арқан, жіп еседі. Сүтімнен құрт, май алады. Шаруаға менен пайдалыларың жоқ. Мә депті қой. Сонда аф деп ит шығыпты. Мен болмасам, сендердің бәріңді не ұрылар ұрлап, не қасқыр жеп тауысар еді. Мен сендердің баршаларыңды көзден таса қылмай, бағып жүрген бақташымын. Дұшпан көрсем, үріп, иеме хабар беремін, дейді мақтанып. Әтеш те ку-кари-ку деп айғайлап, былай депті: жыл басы болуға мен лайықтымын. Мен болмасам, адам ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып, таң атқанын хабарлаймын. Кеш болса, жатар мезгілді де хабарлаймын. Ку-кари-ку дейді. Тышқан болса, шиқылдап, не айтарын білмей, бір қулық ойлап, жиналған көпке былай дейді: бұл таластан ештеңе өнбес. Одан да күннің шыққанын қарап тұралық. Кім бірінші күн шыққанын көрсе, сол жыл басы болсын, дейді екен. Онымен барлығы келседі де, күннің шыққанын қарап тұрады. Ал тышқан болса, білдіртпей, түйенің үстімен жорғалап, оның өркешіне отырып алады. Күннің шыққанын мен көрем деп таласып тұрған басқа хайуандар тышқанға мән бермейді. Ал тышқан болса,
ең биікте отырады. Бір кезде күннің көкжиектен атып келе жатқанын көрген тышқан, әне, күн шықты, деп айғай салады. Сөйтіп, тышқан жыл басы атаныпты. Ал түйе болса, бойына сеніп, жылдан қорғалыпты. Осылайша, жыл атауларын хайуандар өзара бөліп алыпты. Ал сен жыл атауларын білесің бе? Міндетті түрде ата-анаңнан сұрап, жаттап ал. Қазақша жыл атауларын білгенің дұрыс болады. Осылайша, біз тышқанның қалай жыл басы болғанын білдік. Өте қызық ертегі, солай ғой. Ал жақсы, бүгінгі менің ертегім аяқталды. Қош сау бол.